Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен уақыттарыңызды экономдайтын, өте жұмсақ болып шығатын пияздан рецептімен өтемін. Рецептті міндетті түрде соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен 500 грамм ұнымызды осылай ситадан өткізіп дайындап аламыз. Содан соң 300 грамм суымызға жарты шай қасық тұзымызды, 1 шай қасық дрожжымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың ортасын осылай қасықпен ашып алып, суымызды аз-аздан бөліп отырып қосамыз. 3-4 ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бізде қамыр құрамына сұйық май қосылғандықтан өте жұмсақ болып шығады. Егер қамыр қолдарыңызға жабысып жатса, кішкене ұн қосып илесеңіздер болады тағы да. Бізде өте жұмсақ осындай керемет қамыр шығады. Қамырымызды бетін пищевой пленкамен жауып 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Сол арада салмасын дайындаймыз. 2-3 жуамызды жақсылап ұзынша етіп турап, тұз бұрышымызды және 1 ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Салмасы дайын. Момент тұрған қамырымызды алып, қайтадан 1-2 қайтара жеріп, 2 бөлікке бөлеміз. Бөлінген қамырларымызды алақанымыздың көмегімен домалақ формаға келтіріп, тағы да 3-4 минутқа бетін жауып қоямыз. 3-4 минут тұрған қамырымызды оқтаудың көмегімен өте жұқа етіп жаямыз. Қамырларыңызды өте жұқа етіп жайсаңыздар, сіздердің пияздандарыңыз өте сондай керемет болып шығады, қатпарлы болып. Сондықтан қамырды өте жұқа қылып жаюға тырысыңыздар. Қамыр жұмсақ, сондықтан өте жылдам жайылады. Жұқа етіп жайып болғаннан соң арасына ертілген жылы сары майымызды жағып, пияздан жасалған салмасын салып, барлық жеріне біртегіс етіп жағып шығамыз. Содан соң қамырымызды 2 бөлікке бөліп, шетінен бастап рулет тәріздес етіп ораймыз. 2 қамырымызды орап, содан соң қамырымызды шетінен бастап ұлу тәріздес етіп орап, 2 қамырымызды біріктіріп, пергамент қағаз төселген формаға салып, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, егер қаласаңыздар күнжіт себіп, қызып тұрған пеште қызартып, пісіріп аламыз. Мінекей осымен біздің өте жұмсақ әрі жылдам дайындалатын пияз нанымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Рецепті ұнаса міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Әрине лайк басып комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл.